Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге жолбарыс пен түлкі ертегісін айтып беремін. Bir күні жолбарыс сырқаттанып қалыпты. Оның қал жағдайын сұрау үшін барлық аңдар жиналыпты. Тек түлкі ғана жоқ екен. Түлкінің жоқ екендігін біліп, қасқыр жолбарысқа жүгіріп келеді. Жолбарыс, мына жақта түлкі жоқ дейді. Жолбарыстың ашуы келіп, былай депті: онда түлкіні менің алдыма алып келіңдер деп бұйырады. Сөйтіп, түлкі бұл хабарды естіп, жолбарыстың қасына өзі ақ келеді. Ханым, сіз мені шақырыпсыз. Сол үшін алдыңызға өзім ақ келдім дейді. Сөйтіп жолбарыс айтады: менің ауырғанымды біліп, барлық аңдар менің қал жағдайымды сұрауға келді дейді. Сөйтсе түлкі былай депті: мен бұлардан бұрын білгенмін сіздің ауырып жатқаныңызды, сол үшін сізге дәрі іздеу үшін кеттім дейді түлкі. Сөйтіп жолбарыс айтарды: солай екен ғой дейді. Егер де балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса маған жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.